Сәлем! Егер менің видеоларым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың электролиттік диссоциациялану теориясының мәні тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Сонымен, бірінші сұрақ. Электролиттер және бейэлектролиттер деген не? Екі мысалдан келтіріңдер. Жауабы: суда ерігенде немесе балқығанда электр тоғын өткізетін заттар электролиттер деп аталады. Мысалы, натрий гидроксиді, калий хлориді және натрий хлориді. Судағы ерітінділері немесе балқымалары электр тоғын өткізбейтін заттар бейэлектролиттер деп аталады. Мысалы, оттегі, қант, спирт. Екінші сұрақ. Мына заттардың ішінен электролиттерді теріп жазыңдар. Спирт магний хлоридінің ерітіндісі, күкірт сутек азот қышқылының ерітіндісі қант. Тұз қышқылының неге электролит болатынын түсіндіріңдер. Екінші сұрақтың жауабы: магний хлориді, күкірт сутек азот қышқылының ерітіндісі электролиттерге жатады. Тұз қышқылының электр тоғын жақсы өткізетін күшті электролит, себебі ол иондық байланыс, сулы ерітіндіде иондарға ыдырайды. Үшінші сұрақ. Глюкоза, глицерин, сахарозаның сулы ерітінділері электр тоғын неге өткізбейді? Жауабы: глюкоза, глицерин, сахарозаның улы ерітінділері электр тоғын өткізбейді, себебі оларда иондық байланыс жоқ. Төртінші сұрақ. Металдар мен электролиттердің электр өткізгіштіктерінде қандай ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар? Жауабы: металл атомдарындағы бос электрондар электр тоғын тасымалдауға негізделген, ал электролиттерде электр тоғын электрондар ғана емес, кез келген зарядталған бөлшектер, солардың ішінде иондарды тасымалдайды. Ал екеуінің ұқсастығы, екеуі де электр тоғын өткізеді. Бесінші сұрақ. Электролиттердің электр өткізгіштігі қайда қолданылады? Жауабы: электролиттер арқылы өткен электр тоғы химиялық энергияға айналады. Оны электролизде қолданады. Алтыншы сұрақ. Заттар мен олардың электр өткізгіштігі арасындағы сәйкестікті анықтаңдар. Бізге кесте берілген, бір жағында заттар, екінші жағында электролиттер мен бейэлектролиттер. Оларды біз сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші электролиттерді сәйкестендіреміз. Электролиттерге тұз қышқылы, натрий гидроксидінің балқымасы, мыстың эквивалентті сульфаты ерітіндісі және де құрғақ калий хлориді жатады. Ал бейэлектролиттерге сахароза, спирт, дистилденген су және глюкоза жатады. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалары мен жауаптары аяқталды. Саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөліс, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Көріскенше!